Достар, барлықтарыңызға сәлем. Мен 30 күн бойы ақшаның берекесін зерттедім. Осы зерттеу нәтижесінде түсінген нәрселерімді сіздермен бөліспекпін. Ал кеттік. Біріншісі, айлыққа лайық болу. Ол қалай? Егер сіз кез келген айлыққа жұмыс жасайтын адам болсаңыз, сіз жұмысыңыздың барлығын тиянақты жасап, уақытыңыз артылып қалса, жұмыстың қалған бөліктерін де жасап, артығымен жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сіздің ақшаңыз берекелі болады. Яғни сіз 50 мың алсаңыз да, 50 мың теңгенің қажеттіліктеріңізге, отбасының қажеттіліктеріне, азық-түлікке, киімдерге барлығына жетеді. Яғни Алла тағала өзі жеткізіп қояды. Алла тағала осындай аз ақшаның берекесін беріп қояды. Ал егер жұмыс орнында өзіңізді дұрыс жасамай, сотка ақтарып, басқалармен сөйлесіп, немесе жұмысқа қатысы жоқ нәрселермен айналысатын болсаңыз, сіз тіпті 300 мың алатын болсаңыз да, 300 мың берекелі болмайды. Яғни 2 күннің ішінде жоқ болып кетеді, және де алған заттарыңыз көзге көрінбей қалатын болады. Яғни қажеттіліктеріңіз, мұқтаждықтарыңыз ақталмай қалады. Әрбір ісімізді адал жасайық, сол кезде 50 мыңның өзі 5 миллионға татитындай болады. Ал екінші, менің түсінгенім, сауапты істерді жасауды көбейту. Бұл жерде тек қана ақшамен бөлісу емес, жерде садақаны адам біліммен, ақшасымен және де энергиясы, махаббатымен бере алады. Қараңыздар, енді ақшалай садақа беруді бәріміз білеміз. Оны сіз онлайн, яғни кез келген Каспи Голдқа саласыз, немесе өзіңіз мешітке апарасыз, немесе көшеде мұқтаж адамдарға бересіз. Ол да ақшаның келуіне үлкен әсерін береді. Бірақ садақа деген сіздің бойыңызда тұнып тұрған таланттар болса, солармен, яғни пайдалы нәрселермен, адамдармен бөлісу, ол да үлкен садақа қылады. Өйткені адамның білімі ішінде жинала беретін болса, сасық су тұрып қалғандай, адамның білімі де ішінде тұрып қалады, және де қажетті білімдерге потоктар ашылуы өте аз болады да. Сондықтан егер сіз соншалықты ағылшын тілін жақсы білсеңіз, Инстаграмда немесе Ютубта ағылшын тілін үйретумен айналысыңыз, немесе сіз тамақ істеуді жақсы білсеңіз, үй ішіңізге күнде неше түрлісін дайындап беріңіз. Яғни өзіңіздің талантыңызбен тегін бөлісудің өзі де садақаға жатады. Үшінші, энергиямен бөлісу. Яғни біреуге көмектесу, көршілерге көмектесу, немесе туысқандарға көмектесу, мешіттің ішін тазалау, оның барлығы энергиямен жасалған садақаларға жатады. Яғни қимыл, іс-әрекет физикалық садақаның түрі. Ал төртінші түрі ол махаббатпен бөлісу. Махаббатпен қалай бөлісу қажет? Көп адамдар махаббатқа мұқтаж болып келеді, бәріміз білеміз. Ал махаббатқа мұқтаж болмау үшін адам өзінің махаббатымен бөлісуі керек. Ал онымен қалай бөліседі? Анамыз бар ма? Анаңыздың бетін сүйіңіз, оған дәмді тамақтар. Басқа адамдарға махаббатты қалай береміз? Жай ғана оларды тыңдап, сүйсініп, әрекеттерін қолдаудың өзі де ол махаббатқа жатады. Ал махаббатпен бөліскен сайын, ол да садақаның түрі, сіздің бойыңыздағы махаббаттың өзі артады. Және де сіздің бойыңыздағы қызғаншақтық деген сияқты қасиеттер кететін болады. Үшіншіге келетін болсақ, ақша қашан келеді деп күтпеу, яғни әрекет ету. Әрекет ету керек. Яғни қалай? Сіз ақшаны қатты қалап тұрсыз, оны дұғамен сұрайсыз. Дұғаның өзінде Алла тағала біздің жүрегімізге салады, осылай дұға ет деп. Дұға еткеннен кейін уже әрекетті жайлап бастауға қажет. Көп емес, жарты сағат немесе 15 минут бір әрекет жасаңыз, әйтеуір саудамен айналысатын болсаңыз, жұмысыңызда қыбырлап жүріңіз, киімдерді үтіктеп қойыңыз, размерлерді жаттаңыз, сондай сияқты киім сататын болсаңыз. Ал егер өзіңіздің айлыққа жұмыс істейтін адам болсаңыз, онда жұмыста артығымен жұмыс жасаңыз. Және де осыны кез келген әрекет, қыбырлап жүру, солардың барлығы бізді ақшаның берекесін артуға көмектесетін құралдардың бірі. Және де төртіншісі ол бір мақсатыңызға жеткен сайын өзіңізге сыйлық сыйлау. Яғни алдыға бір мақсат қоясыз, жеттіңіз ба, кішкентай сыйлық сыйлаңыз. Ол мысалы өзіңізге ұнайтын крем болуы мүмкін, киім болуы мүмкін, аяқ киім, немесе дәмді пирожный жегіңіз келіп жүрген шығар. Сонда кішкентайдан әперіңіз, болды. Бірақ оны жасағаннан кейін өзіңізге әпермей қойсаңыз, ол кезде сіздің мотивацияңыз да кетеді, және де келесі жолы осындай жақсы әрекеттер жасауға сіздің нәпсіңіздің желаниясы болмайды дегенде ғой. Сондықтан әрбір мақсат қойған сайын өзіңізді осылай сыйлықтармен қуантып тұрыңыз. Ол да адамның ары қарай әрекет жасауына өте үлкен ықпалын тигізеді.
Келесі көңілді болып жүру. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күлімдеу сүннет деп айтқан. Оның бәрі бекер емес. Яғни позитивті түрде күлімдеп жүрсеңіз, Алла тағала сіздің осы жолыңыздың барлығын ашады. Күлімдеу қалай? Шүкіршілік етумен. Алла тағалам шүкір, мен ояндым, көзім көріп жатыр, құлағым естіп жатыр. Әлемде қаншама миллиард адамдар бар, көздеріне қаншама миллиард ақшаға операция жасатып жатыр, құлақтарына қанша миллиардқа операция жасатып жатыр. Шүкір, менің ішкі органдарым сау, шүкір, ата-анам бар, жейтін тамағым бар, киетін киімім бар деп осындай шүкіршілікті айтқан сайын Алла тағала көбейте береді. Сіз шүкіршілік айтатын ситуацияларды өміріңізде көптеп көретін боласыз. Шынымды айтамын, осыны жасайтын болсаңыз, өміріңіз ғажапқа толы болады. Қараңыз, біздің табиғатымыз осындай. Бір күнде 100 жақсылық, 3 жамандық болса, біздің есімізде не қалады? 3 жамандық қалып кетеді, қалған 97 жақсылықты ұмытып кетеміз. Ал өзімізбен осылай күресу үшін шүкіршілікті көбейтуіміз қажет. Сол кезде Алла тағала біздің барлық жолымызды, энергиямызды арттырып қояды. Соны есте сақтайық. Келесі көп қимылдау. Яғни ақшаның энергетикасы деген ол өте үлкен, оны кез келген адам көтере алмайды. Қимылдап жүрген физикалық тұрғыда ми жұмысымен қимылдап жүрген адамдар ақшаның энергетикасын жақсы көтере алады. Яғни ол таңертең жүгіріңіз, таңертең жүгіре алмасаңыз, әбетте жүгіріңіз, әбетте жүгіре алмасаңыз, кешке жүгіріңіз, немесе өзіңізге ұнайтын бимен айналысыңыз. Яғни сіздің қан айналымыңыз өте жылдам болған сайын сіздің ақша потогыңызда жылдам болады. Яғни келетін ақшаларда көбейеді. Оның барлығы жоғарыдағы пункттердің бәрін қосып жасағанда әрине. Келесі, сіз бір әрекеттерді көп жасаған кезде, шаршаған кезде демалу өте маңызды болып келеді. Өйткені адам демалмайтын болса, оның келесі жолы шаршайды, энергиясы түседі, ешнәрсе жасағысы келмейді, ал энергия аз жерде ақшада болмайды. Сондықтан бір күн болса да, немесе 7 сағат жұмыс жасасаңыз, 2 сағат демалып алыңыз. 2 күн жұмыс жасасаңыз, жарты күн демалып алыңыз. Сондай сияқты өзіңізге демалысты ұйымдастырыңыз. Ол да энергияны арттырады. Келесі, ақша есептегенді ұнатады. Оған әбден көзім жетті. Яғни сізге кіріс келді. 10 мың теңге келді ғой, 10 мың теңгені қайда жұмсаймын деп барлығын жазып қойсаңыз, оның сақтайтын бәрін бірденен жарат тастамайсыз ғой. Соны мен мынаған мынанша ақша жұмсаймын, мына затты алуға мынанша жұмсаймын деп өзіңіз осындай жазып жүрсеңіз, соткаға болсын, заметке, немесе блокнотқа жазып жүрсеңіз, ақша ол кезде көбірек келеді. Неге? Өйткені ақша есептеліп, осылай басқарылып тұрғанды өте қатты жақсы көреді. Келесі, қарыз асығыстықтың ақшалай көрінісі. Бір нәрсе қатты алғыңыз келіп жатыр, бірақ ақшаңыз жетпейді ғой, ойланыңыз. Оны аламын, жарайды, бірақ мен оған кейін қалай төлеймін? Қалай болады деп ойланыңыз. Яғни оның мен точно төлей алам ба, төлей алмайым ба деп, ақша қалай келеді деп аспаннан келе салмайды, оны білесіз. Өзіңіздің кәсібіңіз немесе айлығыңыздан төлей аласыз ба, соның барлығын ойланып қана барып, қалаған затыңызды алған дұрыс. Өйткені сізде ақша болмаса, онда қарыз сіздің өміріңізде қиындық алып келеді. Сіздерге видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және комментарийге келесі видео қандай тақырыпта болсын жазып кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз маңызды.